Ұстаз, бұл киелі сөз. Мұғалім деген мәртебелі мамандықтың тізбегін ұстағаныма 26 жыл болыпты. Ұстаз деген ұлылардың ұлысы деген халықта даналық сөз бар. Бала кезімде үлкендер мұғалім бол деп бата беретін. Сол батаның қабыл болғаны ма, әлде ұстаздықтың тамырын тереңге кеткен 4 ұрпақтың үшіншісі болып, мен де осы сауапты мамандық иесін атандым. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. Сырт қарасаң қарапайым, ұстазбын мен, көп ойым бар, маған да кінә қойма. 1995 жылы Шымкент бөлімшесінің Қазақ-Түрік университетін аяқтап, математика мамандығы бойынша 1995 жылы Қапал ауданы Жасанбаев орта мектебінде өзімнің еңбек жолымды бастадым. Қазіргі таңда осы Талдықорған қаласында номер 14 орта мектеп гимназиясын математика пәнінің мұғалімі ретінде еңбек етудемін. Осы ұлы даналық істе әулетіміздегі ең алғашқы мұғалімдер атамыз Искаков Нұраділ мен әжеміз Искакова Жамал. Атам соғысқа дейін мектеп директоры болып жүріп, 1941 жылы майданға аттанып, 1942 жылы соғыста қаза тапса, әжем еңбек ардагері және тарих пәнінің мұғалімі болып, үлкен әулеттегі ұстаздық қызметін ілге тасын қалағанын құрметпен еске аламын. Атам мен әжем 4 қыз тәрбиелесе, оның 3-еуі ата-анасының ұлағатты жолын жалғастырып, екінші ұрпақ Искакова Роза география пәнінің мұғалімі, Искакова Рая орыс тіл мен әдебиет пәнінің мұғалімі, Искакова Арысты физика-математика пән мұғалімі атанды. Олардың да ұрпақтары ата жолын жалғастырып, 3-ші әулет балалары мұғалімдік мамандықты қалады. Искакова Розадан 3 қыз мұғалім мамандығын таңдаған. Мусекенова Айгүл тарих пәнінің мұғалімі, Мусекенова Бақыт география пәнінің мұғалімі, Мусекенова Айкон математика пәнінің мұғалімі. Ана Нұрпейісова Искакова Арыстыдан тараған 3 қызда ұстаз мамандығын жалғастырды. Нұрпейісова Қуаныш номер 14 орта мектеп гимназиясының математика пәнінің мұғалімі. Нұрпейісова Ақбота орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Нұрпейісова Жанар бастауыш сынып мұғалімі. Нұрпейісова Жанардан 2 қыз, Қалдыбай Айжан бастауыш сынып мұғалімі, Қалдыбай Ұлдана дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып, 4-ші ұрпақ ұстаздық жолды жалғастыруда. Атамның дүниені өзгерте алатын ең қуатты күш білім беру деген ұлағатты сөзді ту етіп ұстануы әулетіміздің мұғалім мамандығын жалғастыруына септігін тигізді деп ойлаймын. Әжем әрбір бала бір жұлдыз жарқырауына көмектес деген сөзді тұмар етіп, білімді шәкірттер дайындап, ұрпағының да осы киелі жолға түсуіне ықпал еткені мені толғандырады. Тамырын тереңге тартқан, жапырағын мәулеттей жайған ұстаздар әулетінің 3-ші ұрпағы бола отырып, алдыма қойған мақсатым білімге сенген заманда әлем кеңістігінде өзін еркін сезінетін қазақ елінің білімді, еңбекқор, әділетті тұлға тәрбиелеу. Жақсы ұстазға 2 ғана нәрсе керек. Оның бірі терең білім болса, екіншісі үлкен жүрек. Осы нақыл сөзді ұран ете жүріп, білім беру ісінде жеткен жетістіктерім де аз емес. Адам барма мұғалімнен жаңғызғы, аялаймын олар басқан әр ізді, армандың не алабына қадірлі, өнегелі болсам ұстаз тәрізді. Дей отырып, ұстаздық әулетімізге тағылған қасиетті тұмар дей отырып, өзімнің бейне жазбамды аяқтаймын.